Ассалаумағалейкумдер, құрметті ағайындар. Есімім Мейрамбек болады. Абай облысы Үржар ауданы Көкөзек ауылының тумасымын. Осы Шарбана апайды біраз интервью алайыншы деп едім. Осы апайымыздың қолдарыңызды өстік қой, біз кішкентай кезімізден. Әкемді біледі, шешемді көрген бұл кісілер. Сосын Шарбана апай, сізге біраз сұрақ қояйын деп едім. Жалпы Көкөзек ауылына сіз қалай келін болып келдіңіз? Сіз өзіңіз қай ауылдың тумасысыз? Сол біраз өзіңіздің өмірбаяныңыз жайлы біраз ақпарат берсеңіз маған. Мен өзім Үржар ауданы Ертай ауылында туғанмын. Сол жерде оқып өстім. Қазақ ауылы, таза қазақша. 10 жылдық мектеп бітіргеннен кейін Алланың қалауымен Көкөзек ауылының жігіті Келдібаев Зейнолда деген азаматпен танысып, ол әскерден келген. Содан сол 70-ші жылы Көкөзек ауылына келін болып түстім. Қолдан алды, бұрынғыдай алып қашу жоқ. Зорлап алып кету деген жоқ. Қолдан алып, сол үйде келін. Міне қазір мен 56 жыл сол жақтың келінімін. Ата енемнің қолында тұрдым. Ата енемен 7-8 жыл тұрдым. Одан кейін бөлек шықтық. Шыл үйленді қайным. Одан кейін бөлек шығып, сол жақта 45 жыл Көкөзек ауылында тұрдық. Одан кейін бір балалардың өсіп кеткеніменен, жұмыс бабыменен, сон бізде сол қалаға қарай балалардың жанына көшкен жайымыз бар. Жоқ, сіз Көкөзекте тұрған кезде жалпы сұрайын деген, күйеуіңіз неше ағайынды олар? Күйеуім өзі 4 ұл, 1 қыз. Атамыз молда болған, мен өз әкемде молда болған кісілер атақты. Көкөзек ауылының, Көкөзек ауылы емес, 3 аудан бойынша десем де болады. Сонда үлкен молда болған адам еді біздің атам. Мен әкемде молда болған. Сол енді басқа. Ал енді апай, өзіңіз дүниеге неше ұл, неше қыз келді сізде дүниеге? Менде 2 ұл, 2 қыз. Үлкенім қыз, одан кейін Гүлнар, одан кейін кім Айгүл деген қызым бар, 73, үлкенім 71. Одан кейін Алмас деген ұлым бар, 78. Одан кейін Айдос деген кенже ұлым бар, 86. Соны қазір енді... Неше немереңіз бар? Немерлерім не айтам өзім. Үлкен қызымнан біреу, екінші қызымнан 2 деймін бе? Ұлымнан Алмастан 3, Айдостан 5. О, машалла. Шөберелерім бар, 9 шөбері бар. О, машалла, жақсы, Алла тағала. Шүкір Аллаға. Қазіргі уақытта Семей қаласында тұрып жатырмыз. Алмаспен бірге. Келінім Бақытгүл. Тағы да бір сұрақ апай. Мысалы, сіздер енді қалаға көшіп кеттіңіздер. Қалай жылдық саны Алмастар мектеп бітіргелі кетті Алмастар. Мысалы, мен білем ғой, Алмастарды. Менде міне 30 жыл болды көшіп кеткеніме. Бірақ Алмас өзі мектеп бітіргелі қалаға көшіп кетті. Сіздер осы туған ауылға өздеріңіз қалаға көшіп